Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында мұнай өнімдерін шетелге экспорттаудың көлеңкелі схемаларын анықтау бойынша жұмысты жалғастыруда. Осы бағытта агенттік жанар-жағармайға қатысты алып-сатарлықтың алдын алу мақсатында еліміздің барлық өңірлерінде жан-жақты тексерулер жүргізуде. Бүгінгі таңда жалған жүк жөнелтілім құжаттарын қолданып, басқа мұнай өнімдерін атын жамылып, жанар-жағармай материалдарын экспорттау фактілері анықталды. Кейбір жағдайларда жосықсыз кәсіпкерлер егін жинауға жеңілдікпен бөлінген дизель отынын қайта сатумен айналысқан. Құрметті азаматтар мен кәсіпкерлер, егер сіз жанар-жағармай материалдарын республикадан тыс жерлерге заңсыз сату немесе әкету фактілері туралы хабардар болсаңыз, немесе уәкілетті органдар мен ұйымдардың қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалану фактілеріне тап болсаңыз, қаржылық мониторинг агенттігіне немесе аумақтық департаменттерге тәулік бойы қызмет көрсететін сенім телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз. Әрбір осындай фактіге агенттік тарапынан тиісті құқықтық баға беріледі.